Баяғыда бір ағамыз айтады дейді жеңгемізге, мен осы жолда тойға барам, ана қара костюм дайындап қойшы, мен оны жуып қойып едім, қысқартып қалғасын, ініме бере салдым деп. Ну ничего страшного, онда қоңыр костюм дайындап қойшы, и оны да жуып қойып едім, ол да қысқартып қалғасын, екінші ініме бере салдым десе, ағамыз айтады дейді, онда мені жуындырып, шайындырып, сіңліңе беріп жібермедім. Үйленген жақсы ма? Дұрыс. Дені дұрыс еркек үйлену керек вообще-то. Я так считаю. Шынболат, ертең үйленгеннен кейін үйдің иесі кім болады деп ойлайсың? Кішкене даусың шығарып айтсайшы, үйдің иесі кім болады? Мен де үйленгенде сөйдеп ойлағам, Шынболат. Олай болмайды екен, оказывается. Мен бір түсінгенім, вообще әйел адамды ұрысып жеңген еркек жоқ екен. Біреу бар, и то ол психбольницада. Саналмайды ол. Мен өзімде бір әйел бар, бір штук. Чисто бала тууға, ыдыс-аяқ жууға, кір жууға алып едім, соны қазір енді тұңғышы болып қалдым. Мен әйелімнің мына сөзінен қорқам ғой, я что-то хочу поменять деген сөзінен қорқам ғой. Өзімен өзі залға кіреді да, я в зале что-то хочу поменять дейді да, диванды телевизордың орнына, телевизор диванның орнына ауыстырып тастайды спокойно. Бір күні бе дейді, я что-то хочу поменять в своем лице дейді. Шошып кеттім құрсын. Қай жерінде ауыстырасың десем, мұрны не нравится, представляете? Бабе 34, спустя 34 года ей не понравился нос. Мен айтамын, мұрныңды ауыстырып, қаяққа қарай кетсің, тиетін байыңа тиіп алды ғой деп. Бір күні мен ауыстырып жібереме деп қорқам, Құдай-ау. Өйткені машина, үй бәрі соның аттында да, мен почти әйел танушымын. Мен өзімнің әйелім туралы айтам, басқа кімді айтам енді, сонымен тұрып атқасын. Біреудің әйелін айтпайсың ғой енді. Менің әйелім таңертең ұйқыдан тұрады ғой, таңертең 7-де ұйқыдан тұрады ғой, тұра салып бірінші боянады, одан кейін барып жуынады. Сол кезде анаяққа жұрттың көзінше әдемі киініп жүреді, үйде жүреді, қызыл халат, тесік нәски, қалай болса солай. Иә? Бірақ үйдің киесі ол әйел адам. Баяғыда мен мамам ашуланған кезде вечерний ужин то недосоленный болады, или пересоленный болады. Сондықтан да погоду дома делает это, конечно, женщина. Құдағай, сізге вообще огромное спасибо за такие теплые, искренние слова любви, удачи, успехов вам. С Новым годом! Қуып кетсең аяқ астынан. Рахмет, сіз ана орысша сөйлеп жатыр деп, ничего страшного, Господи. У нас 3 языка подружки. Старшая сестра казашка, средняя русская, младшая англичанка. И еще атынан апа жездесіне, әпке жездесіне Шынболат әсет сіздерге плазменный телевизор, холодильник, стиральная машина, айына 8500 теңгеден бір жыл. Нормально, сулпақтан алдық десең. Әрине, қалжың. Мама, ты такая эпатажная. Как вас зовут? Роза. Ты действительно модель. Ты должна жить во Франции, возле Эйфелевой башни. Францияда үйің болмаса, бақанасында кетіп бара жатқанда вольтный темір бар, соның басына үй салып алайық. Атыңыз кім? Роза ханым, платье от кутюрье. Келіңіз мына жаққа. Платье от кутюрье примерно аты. Платье от кого? Какого модели? Гүлназ. Кім Гүлназ? Қарызға беретін дүкенші Гүлназдікі ма? Гүлназ очки. Очки Лянбаухау Цзонхо, китайский. Родинсток дейді. Родинсток, бижутерия. Ручная работа, с чьих рук эта бижутерия вышла. А это Сергей Дагман туфли. Туфли от Сергея, да? Раньше был галошем, что? Ну что ж, уважаемые дамы и господа, встречаем модель номер 2, Розочка. Да, какая же она эпатажная, элегантная! Браво! Көйлегіңіз әпкемнен қалған демеңізші. Енді МВ. И көйлек деген ма не МВ деген зубный паста порошок емес па? Жуып қалсаң, түсіп қалса. Так, МВ, бижутерия. МВ, обувь. Ойба. Іш киіміңіз тоже, да, МВ, да? Все, келістік. Қазір мен сізге көрсеткен музыканы жіберіңіз, музыканы жіберіңіз. Сіз ортаға бүйтіп келесіз.
мына люстраға келген кезде сіз бүйтіп отырасыз. Аман есен тұрсаңыз, приз сіздікі. Бүйтіп отырасыз да, қалай тұратынын көрсетейін ба? Бүйтіп тұрасыз да. Келсіз ба? Ойба, люстра, отырамыз. Ура! Стоп! Сіздің жүрісіңіз андай вытрезвительде бар ғой? Вытрезвительге түсіп көріп педіңіз? Шашын жу салтанат, ыдыс-аяқ жуатын. Шаш жу. Ой, керек жоқ екен ба? Просто ыдыс-аяқ жуатын екен. Роза, я не хотел, так получилось. Не виновата я, он сам ко мне пришел. Она от начала до конца меня контролировала. Мен тығылып арақ ішіп жүрдім. Ойнайтын. Сондықтан да сөз кезегін өзіңізге табыстайын.